Таңбалы петроглифтерін ең алғаш 1957 жылы ғалым археолог Максимова басшылық еткен археологиялық топ ашқан. Содан бері Тамғалының зерттеу жұмыстарына көптеген ғалымдар еңбек сіңіріп келеді. Әлі де зерттелу үстінде. 1999 жылы ЮНЕСКО Тамғалыны әлемдік мұра тізіміне үміткер деп жариялады. Ал 2001 жылы Қазақстан үкіметінің арнайы қаулысы бойынша аталған ескерткіштер Тамғалы комплексі деген атпен мемлекеттік маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштер тізіміне енгізілді. 2004 жылы Тамғалы ЮНЕСКОның әлемдік мұра тізіміне кірді. Менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Айта кететін бір жайт, Тамғалы петроглифтерін Алматыға жақын маңда екі жерден көре аласыз. Бірі Таңбалы қорық музейі, екіншісі Іле өзенінің бойындағы Тамғалы тас шатқалында. Мен сіздерге екі жерді де көрсетуді шештім. Тамғалы тас шатқалына барған видеомды мазмұндағы, яғни описаниедағы сілтемеден көре аласыз. Таңбалы қорық музейіне бару үшін Алматы-Бішкек тас жолымен жүріп, Тарғап деген ауылға келесіз. Тарғапқа тоқтап, Тарғап көже деген жергілікті дәмнен ауыз тиюге болады. Жолға шықтық. Өткенде Тамғалы тасқа барсақ, осы жолы Таңбалы музейіне бара жатырмыз. Қалай бару керек, Таңбалы қандай жер, ол туралы алда көре жатарсыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жол бойы ешқандай сет ұстап келе жатқан жоқ, сондықтан өзіммен бірге наличный ақша алып шықпағаныма өкініп келе жатырмын. Самсыға келдік. Осы жерден банкомат болса, банкоматтан ақша алып алу керек. Мынау алдарыңызда Самсының Қазпочтасының ғимараты екен. Міне. Банкомат бар ма екен, сұраймыз. Қызық болғанда Самсыда банкомат жоқ екен. Ақша ала алмайтын болдық. Ұзынағашта не дейді банкомат. Сондықтан, егерде Таңбалы тасқа баратын болсаңыздар, Ұзынағаштан банкоматтан ақшаларыңызды алып алыңыздар. Жол кейбір жері жасалып жатыр, кейбір жері идеальный деп айтуға болады. Сондықтан орташа деп баға берер едім жолға. Міне Тарғап ауылына келдік. Осы жерден оңға қаратай бұрылыс кету керек. Қазір көреміз. Мына Тарғапта көже көп сатады екен. Мына жерде адам толып отыр. Сол көжесінен ішіп көрсек па, қандай екен деп ойлап отырмыз. Тандырсамса мен көже бар екен. Қазір көреміз дәмін. Қандай екен. Көп екен бұл жерде көже сататын жерлер. Прям тіз қатар отырып ішіп отырады екен. Мен ішем. Мен ішпеймін. Самса алайық ішем. Мен самса алам. Көжені алдық. Көже қалай екен? Өміржан. Тарғаптан өткен соң оңға қарай жол шығады. Ол Қопа станциясына апаратын жол. Келесі бағыт Қопа ауылы. Қопадан өтіп, Қарабастау деген шағын ауылға келесіз. Міне, Тамғалы қорық музейі осы жерде. Қопадан музейге дейінгі жол өте жақсы. Музей қызметкерлерінің айтуынша, бұл жол ЮНЕСКО қорының қаржысына жыл сайын жөндеуден өткізіліп отырады. Қапалыдан шыққалы әлі бірде-бір көлік кездескен жоқ. Жалғыз біз келе жатырмыз. Осыдан ақ Қазақстанда туризмнің қалай дамып жатқаны белгілі. Тамғалы музейіне келдік. Қазір кіріп ішін көреміз. Одан кейін ашық аспан астындағы музей. Айтпақшы, музейге кіру құны ересектерге 1000, балаларға 500 теңге. Картамен немесе интернетпен аударым жасай алмайсыз. Өзіңізбен ақша алып алыңыз.
келем деген адамға міне мынандай тамаша музей. Бұрынғы ата бабаларымыз немен айналысқан, соны тасқа қашап салған ғой. Шығар деп ойлаймыз енді, анығы несі жоқ. Иә. Бұл музейді қашан салды? Бұл жаңа музейді 3 жыл болды, тура салынған. 3 жыл бұрын салынған екен. ЮНЕСКО-ның қорғауында дейді, иә? Бүкіл әлемдік ЮНЕСКО-ға кірген, солар қорғайды, солар бізге ақшамызды береді, сол қарайды бізге ше. Ал мынау таңбалдағы бар зат, аңдар. Құстар, таңбалда бар. Таңбалының жаңағы несі бар? Иә. Атуға болмайды. Аң құсы, кесуге болмайды. Кесуге Қорғауға алынған аймақ қой. енді шу қорғауға 3800 гектар бар таңбалда. Соның ең негізгі қорғалатыны 900 гектары бар. Біз қарауылдар соны қорғайды. Соны қалған жерлер енді адам болып келеді, мал жүреді. Сізге қарауылға кеткен, музейді ұстап тұруға барлығына ЮНЕСКО ақша төлейді. Қазақстан қатысы жоқ оған. ЮНЕСКО ғана төлейді. Ол біздің сол жаңағы недегі таңбалдағы жыландар, қарауыл, кене. Фаунасы да күштеген ғой. Иә. Ой, қазір барасыздар ғой, керемет. Бабамыздың 3000 жылғы не ғой енді, қорық қой бұл. Бұл жерде 5000 сурет бар. Жартасында суреттер бар, 5000. Әр группада біреуінде 110, кейбірінде 500, әр топта әр қалай. Ол тастағы суреттер ше, әр түрлі. Мына регіл ана апрель айында бір 10-15 күн ғана өмір сүреді де өледі. Одан артық жоқ. Бұған да тиіспейміз. Неше түрлі. Бүкіл табиғатымен сақталады ғой. Соны қорықты сақталады. Керемет. Мінекей мынау сол жердегі тастар, күнбасты құдай жетеу бар. Қазір көресіздер, асықпай аралаңыздар. Жетеу бар, иә? Жетеу бар. Соны енді жоғалып бара тұр ғой, сонда да реттеп келтіріп жатыр. Мынау күнбасты құдайлар. Реставрация жасап. Иә, сондай жасап жатыр. Мынау сол жартастағы суреттер. Мынау да күнбасты адам. Иә. Анау аң аулап жүрген сияқты, иә. Анау бұқа бейнесіндегі адамдар. Міне мынау жерде эмблемамыз. Таңбалынан. Қазір кіресіңдер, бірден онша сурет жоқ деп айттым ғой мінекей. Онша сурет жоқ ол жерде. 2-ден басталады. 2, 3, 4, 5, 6-ға барамайсыңдар, алыс, 7-ге де алыс, 8, 9 олардың бәрі 6 ашылған. Ашық аспан астындағы музейдің аумағы 3800 гектарды құрайды. Музейге кіре берісте біздің заманымызға дейінгі 12-10 ғасырдағы қола дәуіріне жататын зираттар бар. Одан ары барсаңыз, петроглифтердің көп бөлігі шоғырланған жер бар. Ол жерде таңбалы тастарды 9 топқа бөлген. Автотұраққа ең жақыны 2-ші топтағы петроглифтер. Бұл жерде 432 ең ежелгі петроглифтер бар. Ең айқын көрінетін суреттер осы жерде. Біздің заманымызға дейінгі 14-16 ғасырғы белгілер бар. Оның ішінде аңдар, аңшылар деген сияқты белгілер бар дейді. Қазір көреміз. 2-ші пунктқа келдік. Лестница жасап қойған. Міне. Стоп, типа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
гүл. Тәуешкі. Неде бар ғой? Оюлар да бар ғой мынау. Оюлар да бар. Тәуешкіні қараңыздар. Міне аңшы. Аңшы. Осындай биік жерлерге салып қойды. Аха. Әдем тастар. Тау-ешкі. Наверное, осы жерден өзен аққан, мына сол өзеннің аңғары болған мына тастардың бәрі. Жоғары қарай шығай. Біз қазір миллиондаған жыл бұрын аталарымыз жүрген жолмен жүріп келе жатырмыз деген ойдың өзі бір керемет әсер береді, иә? Мамонттардың бейнесі бар ма екен? Мамонттар болу керек қой. Сақ дәуірінен, одан ежелгі қола дәуірінен келе жатқан таңбалар мына жерде. Өстіп жүресің да, рахат қой. Сосын ойлайсың да, мына жермен баяғының баяғы заманында адамдар өстіп кетіп бара жатқан ғой. Мен солардың ізімен келе жатырмын ғой деп ойлайсың ғой. Бірінші топтағы петроглифтерде 111 бейне кескінделген. Ол жерде эскиздер, аяқталмаған суреттер бар екен. Құрметті көрермен, менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Үшінші топта 444 қола дәуірінен қалған петроглифтер бар. Олардың кейбірі келесі ғасырларда жаңартылған. Сонымен қатар мұнда сақ дәуірінде, орта ғасырда салынған петроглифтер де кездеседі. Мамандардың айтуы бойынша осы топтағы петроглифтерді қарама-қарсы жағынан бақылауға болады. Себебі петроглифтерді салған шеберлердің кеңістікті ескерудегі шешімі ерекше. Шетелден келген туристерден ұят екен мынау. Өзімізді қойып. Біз қазір 3-ші топтағы таңбаларға келе жатырмыз. Бұл жерде әйгілі өгіз мінген күнбасты адам бейнесі осы жерде екен. Қазір көрсек, соны сіздерге көрсетемін. Петроглифтер 3-ші топ. Қола дәуірі ерте темір ғасыр, орта ғасыр дейді. Осы топта 400-ден аса тасқа салынған кескіндемелер бар. Құрбандық шалу кезіндегі билеп жүрген адамдар ритуал жасап жатыр. Мына жерде аңшылар аң аулап жатыр. Бір өкінетін нәрсе осы таңбалардың маңайына көптеген адамдар өздерінің аттарын жазып, немесе басқа да бір қалалардың аттарын жазып, білдіріп кеткен. Өздеріңіздің жауапкершіліктеріңізді сезінсеңіздер. Мына осы, мына бұғы емес. Сонда не нәрсе екен осы? Бұғы ғой, бұғы. Бұғы көріп тұр, бұғы. Прям андай четко жасағанда, мынаны қарашы мына жерден. Мына бұғының мына жеріне дейін бүйтіп тұрып жасаған. Мына несін қарашы. Әне атқа мінді. Әке, мынау ше. Нөреде кітапта бар сүретін, 4 аяқты ма, 6 аяқты ма? Мама. Әке. Ана үлкен сиырды қара, бұзау, ішінде бұзау бар сиыр ана. Міне. Буаз сиырдың суреті.
4-ші топта 700 петроглиф бар. Олар айқын көрінбейді, себебі ерте темір дәуірінде салынған. Бірақ бұл жерде орта ғасыр мен бертінде 18-19 ғасырда салынған кескіндемелер де бар. Сонымен қатар бұл жерде қола дәуірі пантеоннан қалған ерекше панно бар. Онда ежелгі пұтқа табыну мәдениетінің 7 персонаж, 10 әскер соғыс биін билеп жүр. Және босанғалы жатқан әйел мен сыйыну үшін қолын жайған адамдар бейнеленген. Таңбалыға келсеңіздер, міндетті түрде балағы ұзын аяқ киім киіңіздер, себебі бұл жерде жылан бар екен. Жыланымыздар. Шайынның тағы бірініз көрді. 5-ші топта 1000-ға жуық жануардың, арбалардың, мифтік бейнелердің кескіні салынған. 6-ші топтағы петроглифтер басқалардан шалғайда орналасқандықтан ол жаққа туристер бара бермейді. Ол жерде өзінше ерекше, себебі бұл жерде түркі дәуірінің тастағы таңбалары бейнеленген. 6-шы бағыттың жалғасы 7-ші топтағы петроглифтер, себебі бұл жерде де түркі мәдениетінен қалған бейнелер орналасқан. Ал 8-ші және 9-ші топтағы петроглифтер әлі зерттелу үстінде екен. Таңбалық қоныстары шатқалдың тек таулы бөлігінде орналасқан. Ғалымдардың зерттеуі бойынша таңбалық қоныстарында адамдар маусымға қарай тұрақтанған көрінеді. Сонымен қатар таңбалыда Қазақстанның қызыл кітабына енген сирек кездесетін өсімдіктер мен аң құстар кездеседі. Құрметті көрермен, менің арнама жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қаталап шөлдеп кеттік, ыстықтадық, сондықтан қайтайық деп шештік. Бұл жер өте үлкен екен, аралап үлгермедік, 3 пунктті ғана араладық. Бастысы өзім армандап жүрген, өзім мектепте оқыған кезде тарих пәнінен өткен, буаз сиыр, күн басты адам, оның бәрін көзбен, оригинал көзбен көрдім. Бастысы сол қызық болды. Аңшы адам бәрін көрдім. Күшті. Өздеріңізбен бірге жейтін тамақтарыңызды, суларыңызды ала келсеңіздер болады. Себебі бұл жерде андай ештеңе сатпайды. Сол. Айтпақшы, жолда жылан көрдік қой, өздеріңізге жаңа көрсеткендей. Сондықтан байқап жүріңіздер, абай болыңыздар. Музейден өткеннен кейін құдық бар дейді, бұлақ бар дейді. Бұлақтың суы сұп-суық дейді. Соған барып қазір су ішеміз бұйыртса. Қуанып кеттік қой. Қаталап шөлдеп. Остановкада ат тұр, автобус күтіп тұр. Таңбалы қорық музейі Алматы қаласынан 156 шақырым жерде орналасқан. Міндетті түрде келіңіздер деп кеңес берер едім, себебі бұл жер өте тамаша, жол жақсы. Келмеуге ешқандай себеп жоқ. Ол біздің ата-бабаларымыздың дәстүрінен, өмір салтынан, біздің өткенімізден сыр шертеді. Музей қызметшісінің айтуы бойынша бұл жерге сонау шетел асып, Европадан, Қытайдан, Кореядан туристер көп ағылып келеді дейді. Қазір пандемияға байланысты өкінішке қарай ешкім келіп жатқан жоқ екен. Бірақ пандемияға дейін шетелден адамдар көп келетін дейді. Ал өзіміздің Қазақстаннан қазақтар мүлдем келмейді деп өкініш білдіріп отыр. Таңбалы қорық музейінен қайтар жолда біз келген бағытпен емес, Дегерес ауылының жолымен өттік. Бұл жақтың табиғатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес екен. Осы сапарды мен тұмса табиғат, тарихқа үңілу, рухани азық жинау деп атадым. Бір өкініштісі, көнеден қалған бұл маржан өзімізге емес, өзгелерге қызық боп тұр екен. Осы күні Таңбалыға барған жалғыз турист біз болдық. Құрметті көрермен, менің арнама жазылып пікір қалдырыңыз. Сапарымыз сәтті болсын.